Сәлем достар, сіздермен бірге кезекті сұрақ жауап айдары және оның жүргізушісімен Дина Төлеубекова. Олай болса, біз бастаймыз. Бірінші Есен Бейсенғалиев есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Сәлеметсіз бе, Шоқан Уәлиханов атындағы колледжді бітіргеннен кейін офицер болу үшін қандай оқуға түскен дұрыс? Дистанционно, яғни қашықтықтан оқу деп жазыпты. Сәлеметсіз бе, Есен. Қорғаныс министрлігінің институттарында қашықтықтан білім беру жүйесі жоқ. Әскери жоғары оқу орнында білім алу барысында барлық курсанттар институт аймағындағы казармада тұратын болады. Ал оқуға түсу кезінде жас ерекшелігі маңызды. Толықтай ақпаратпен әскери оқу орындарының оқуға қабылдау қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бұйрығынан таныса аласыздар. Келесі Данияр есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Неге әскери қызметшілерде міндетті медициналық сақтандыру жоқ деп жазыпты? Сәлеметсіз бе, Данияр. Әскери қызметшілерде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде есепке алынады. Және ол жүйедегі бекітілген тізбеге байланысты толықтай тегін медициналық көмек алуға құқығы бар. Әскери қызметшілер бұл жүйеден медициналық көмек алу үшін әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына қаржы жарнасын төлеуден босатылған мемлекет есебінен қамтамасыз етілетін топқа енгізілген. Қызмет атқарып жүрген орында өзіне қажет стационарлық бөлімше, медициналық қызмет түрі немесе маман болмаған жағдайда сол қызмет ету аумағындағы азаматтық денсаулық сақтау мекемелеріне жүгінуге, сондай-ақ тегін медициналық қызмет түрін алуға әбден құқылы. Айта кетейік, әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңына сәйкес, әскери медициналық мекемелерде әскери қызметшілерге медициналық көмек көрсету Қорғаныс министрлігінің бюджет қаражат есебінен жүргізіледі. Келесі Қасым есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. 40 күндік әскерге неше жасқа дейін баруға болады? Менің жасым 23-те депті. Әскери техникалық мектептерде 40 күндік оқуды ақылы негізде 24 жастан 27 жасқа дейін білім ала аласыз. Оқуды сәтті аяқтағаннан кейін сізге әскери билет беріледі. Немесе 1 жыл мерзімді әскери қызметті толығымен тегін атқарып әскери билет алуға мүмкіндігіңіз бар. Бүгінге осы қызықтырған сауалдарыңызды Қорғаныс министрлігінің әлеуметтік желілеріне жолдасаңыздар болады. Сұрақ сізден, жауап бізден. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.